сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл-күйлерің қалай, жағдайларың қалай? Бүгінгі сабағымызды онда психологиялық тренингтен бастайық. Ал қанекей бала кезекпен өздеріңе тілектеріңді жаудырыңдар. Мен өзіме не тілеймін? Мен өзіме сәттілік тілеймін. Мен өзіме жақсы күн тілеймін. Мен сыныптастарыма не тілеймін? Айтыңдаршы қане, тілектерімді жалғастырайық. Мен сыныптастарыма белсенділік тілеймін. Тамаша, құрметті оқушылар, енді осы ыстық лебіздеріңнің ізімен мына жердегі ғалым математиктердің суреттерін алып, сол суреттер бойынша өздеріңнің топтарыңа келіп топ құрыңдар. Бастаймыз. Әр топтың алдында бағалау критерийлері жазылған бағалау парағы және тапсырмалар легі бар. Балалар, иә? Сол тапсырмалар легі барысында қазір сендер Блум таксономиясына байланысты осы бағалау парағын толтырып отырасыңдар. Ол үшін сендер топ көшбасшысын сайлап алыңдар және оның көмекшісін сайлап алыңдар. Қандай тапсырма беріліп еді? Бүгінгі кезекші мен Жанарбек Айда, сыныпта 24 оқушы, келгені 23. Бір қыз алып жатыр, себепті. Үйде берілген тапсырма функцияны пысықтау. Жақсы, өте жақсы отыра ғой. Бұндай болса барлығымыз қазір цифрлы қорапшалармен жұмыс жасаймыз, иә? Функцияның қасиеттерін өткен сабақта пысықтаймыз. Осы шәкілерден, ұяшықтардан біреуін таңдаңдар. Енді сендердің топтарының аты Эйлер тобы, иә? Эйлер тобынан бір адам. Қайсысын таңдаймыз? Бірінші жәшікті таңдаймыз. Бірінші жәшікті таңдаймыз. Функцияның нөлдері. Сұраққа кім жауап береді? Осы топтан? Мен функцияның нөлдері деп OX пен қиылысу нүктесін айтамыз. Жақсы. Бүгін өзіміздің өткен тақырыбымызда борт шаблонында қолданып пысықтап шықтық, иә? Келесі кезекте үй тапсырмасын өткен функцияларымызды пысықтау үшін біздер біліктілік кестесін толтырайық. Ол кестені әр топтың алдына арнайы флипчартқа салып қойғанмын таратылмалы карта, алып шығыңдар. Осы жерде кесте бойынша қасиеттерін толтырып шығасыңдар, функциялардың. Сонымен қай топ аяқтап болды, қол шапалақтайық. Топтың атын жазыңдар және біткен жұмыстарыңды термен бойымен, термен әдісімен айналдырып жібереміз. Енді дұрыс жауаптарын ашып, сол бойынша топтық бағалау жұмысын жүргіземіз. Топтық жұмыстарының бағасының нәтижесін шығарып қойдыңдар, баспармақпен көрсетіп, бәрі дұрыс болып шығыпты, иә? Бұл топпен істеген жұмыстың нәтижесі. Тамаша, енді келесі кезекте слайдқа көз саламыз. Ой қозғау, миға шабуыл басталды. Мына көріп тұрған суреттерінде әртүрлі сызықтар бар екен. Осы сызықтардан біз не көріп тұрмыз? Бірінші, жақсы, ар жақта Декарт тобы қол көтерді. Мен координаталар жүйесін көріп тұрмын. Жақсы. Келесі сұраққа. Y тең X бұл жерде бізде симметриялы ось, себебі оның екі жағы тең болып тұр. Бұл бізде көк сызықты түзу. Тамаша.
Слайдқа қараймыз. Жылдамдықты кері бағытта тезірек оқып шығайық. Кім айтады? Жақсы оқи ғой. Біз қалай оқыдық қазір? Кері оқыдық. Кері бағытта оқыдық, иә, тамаша. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ашайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сонымен біздер нені қайталадық? Және бағытты қандай бағытта бағытта оқыдық. Демек осы екеуін үйлестіре келіп біздің сабағымыздың тақырыбы қандай функция? Кері функция деген тақырыбымыз бүгінгі сабақтың тақырыбы. Енді ол сабағымыздың негізгі мақсаттары кері функцияның анықтамасын білу, және берілген функцияларға кері функцияларды таба білу, өзара кері функциялардың графиктерін сала білу, қасиеттері арқылы оқыдық. Осы сабақтың мақсатына жету үшін біздер алдағы уақытта Блум таксономиясы бойынша тапсырмалар беруін орындаймыз. Жаңа сабағымызда біздердің үйренетін жаңа сөздік қорларымыз. Енді осы сөздерді үш тілде айтып көрейікші қанекей. Кім орнынан тұрып үш тілде оқи алады, айта ғой? Сөздік жұмыс. Variable, переменный, айнымалы. Түсіну. Кері функцияны табудың алгоритмі беріліп тұр. Осы жерде көпірше ретінде балалар. Енді осы көпіршені пайдалана отырып, мына жерде берілген есепке кері функцияны табу керек, және арғы жақта екінші суретте соған кері функцияның графигін салу керек. Екі адам жеке тапсырма орындарынан тұрып, кім орындайды? Кері функция құрастыру. Кері функция құрастыруға онда мына жерде көпіршені пайдаланасың, шыға ғой. Келесі оқушы жақсы, суретті кім жақсы салар екен? Декарт тобынан шықты, тамаша. Суретің өте жақсы салынған екен. Мына жердегі графикті неге ондай қылып салдың? Өйткені екі функция жасыл сызыққа сенеді. Жақсы, өте жақсы. Түсінгенсің тақырыпты. Енді келесі есебімізді қарайық. Жеке тапсырманың есептің нәтижесін бізге түсініп бере қойшы. Мына жерде берілген функцияның y-ті не істеуіміз керек дейді? X арқылы өрнектеуіміз қажет. Сосын y-тен x бөлінген 2 минус 1 функциясына кері функцияны жазып. Яғни бірінші бізде x-ті өрнектеу үшін мына жақта тұрған минус 1-ді теңдіктің а жағына жібереміз. Теңдіктің а жағына бізде плюс 1 болып барады. Сол себепті бізде y плюс 1 тең x бөлінген 2 болады. Енді бұл жақта x-ті өрнектеу үшін x тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде y плюс 1 болады. Сол кезде бізде осы кері функция пайда болады. Демек басқа функция кері функция таптық, жақсы, тамаша. Енді отыра ғой, рахмет. Шыққан оқушыларға балдарын қойып отырыңдар. Ең алдымен біз берілген тапсырмада y-тен 3x плюс 5 функциясына кері функцияны табуымыз керек. Оны табу үшін ең алдымен 3x плюс 5 функциясы бұл бізде өспелі функция екені белгілі, демек оған кері функция бар. Ал енді оны табу үшін біз x айнымалысын y айнымалысы арқылы өрнектейміз. Сонда бізде x-тен 1 бөлінген 3y минус 5 бөлінген 3 деген функция шығады. Енді осы біз x пен y айнымалыларын орнын алмастырамыз, яғни y-ті табу үшін. Сонда y-тен 1 бөлінген 3x минус 5 бөлінген 3 функциясы шығады. Демек бастапқы берілген y-тен 3x плюс функциясына кері функция ол бізде y-тен 1 бөлінген 3x минус 5 бөлінген 3 болады. Тамаша, рахмет, отыра ғой. Келесі топ дайын бізде Бернолли тобы. Келесі тапсырмамыз балалар біздің деңгейлік тапсырмалар. Бірінші деңгей алгоритмдік, шығармашылық және эвристикалық деңгейлер. Әркім өзінің қалауы бойынша өзінің деңгейлік есебін шығаруды бастайық. Оқулықпен жұмыс, оқулықтарында ашыңдар. Алгоритмдік деңгей және шығармашылық деңгей, эвристикалық деңгей. Тақтаға шығарамыз балалар.
Балалар енді мына істеген жұмыстарыңды қарап шығайық. 4-1 және 4-7 есеп лингвистикалық және алгоритмдік деңгей. Бірінші деңгейдің есебі толық дұрыс шыққан, кері функцияны тапқан, тақырыпты түсінген. Екінші эвристикалық деңгейді қараймыз. Эвристикалық деңгейде алгоритмдер реті сақталған. Бұл жерде анықтау облысын ескеріп отырған, сөйтіп жауабын алыпты. Өте жақсы, жоғары деңгейде шыққан. Енді келесі топтың жұмысын арғы жақтағы Эйлер тобынан бір оқушы шығып бағаласын. Эйлер тобынан бір оқушы шығып, Лейбниц тобын бағалай қойшы. Лейбниц тобында бізді төртінші бірінші есепте кері функцияға айналдырған екен. Яғни кері функцияға айналдырғаны дұрыс, және 4-7 есеп біздің топтағы Мырзалидің шығарған есебінде, яғни дұрыс. Жақсы, өте тамаша. Рахмет. Енді Эйлер тобын бағалап жібереміз. Жақсы балалар, енді тапсырмамыздың келесі түрі тест пайымдау. 10 ұпайға арналған. Телефондарынан QR код бойынша мына жерден қарап, берген тапсырманы орындаңдар. Мына жерде статистикалық мәліметтер жүріп жатыр біздің балалардың жіберіліп жатқан жұмыстарынан. Енді осы есеп кестесінде әркімнің істелген жұмысын нақты нәтижелерін көрейік. Енді мінекей қарасаңыздар балалар, алғашқы 20 баланың жұмыстары келіп жетіп жатыр. Алған балдары қанша бал жинады және оның қандай сұрақтардың жауаптарынан алған көрініп тұр. Енді сабақты қорытындылайық балалар. Бүгінгі сабақта негізінділер, диалогтық қатынасқа түсейік. Алғашқы бастаймыз. Қай топ бізде? Эйлер тобы. Бастай ойыңдар. Жақсы. Сендер осы сабаққа нені біліп келдіңдер? Біз функцияның ұғымын біліп келдік. Функцияның қасиеттерін. Сендер осы сабақта нені білдіңдер? Біз осы сабақта кері функцияның алгоритмін білдік. Оны кері функцияның графигін. Мен кері функцияның анықтамасын үйрендім. Тамаша. Егер тапсырма керек ғой, сәйкестендіру схемик тәсілін пайдаланып жатырмыз. Бірінші фигураға қайсы бірінші сен қатаған? Қызыл. Енді бүгін сабақтарымыздан қандай әсер алдыңдар, соның барлығын бағалау парағының ішіндегі рефлексияға жазамыз кері байланысты. Оқушылардың білімін бағалау парағын толтырамыз. Содан кейін мына жердегі жетістік бастаударына кім қай жерде екенін белгілеп көрсетейік. Мен барлық тапсырманы орындай алдым және барлық бүгінгі тақырыпты түсіндім. Тамаша, рахмет. Әркім өзінің Бүгінгі сабақ менің ойымша жоғары деңгейде өтті, және де бүгінгі сабақта мен кері функция ұғымын толықтай түсіндім. Бүгін тапсырмасына сай алған бағасын хабарлап жіберіп, топ көшбасшылар Эйлер тобы бастасын. Біздің топта 3 оқушы 5 және 3 оқушы 4 алды. Жақсы. Қандай қиындықтар болды, барлығы дұрыс бағаланды ма, әділ бағаланды ма балалар? Соны көрсетіңдер, келісесіңдер ме әділ бағаланды? Жақсы. Сабақтың бүгінгі ұнады ма өздеріңе сабақ? Жақсы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге берілетін тапсырма 4-ші параграф кері функция тақырыбын оқисыңдар толықтан, және өзіңді тексер деген 25-ші бетте тест жұмыстары бар. Соны орындап келіңдер. Жақсы, Рахмет, барлықтарыңа сау болыңыздар.